Енді жаңа жылда келетін жаңа арамызға қосылатын бөпе ғой. Мүмкін мынау Мұраттардікі де басы көбейе берсін. Нұрсұлтанның келіншегі туайын деп тұр екен. Кемеловтардың немесі қанаттары жайыла берсін, өркені өсе берсін. Өздеріңмен өздерің көбейе беріңдер. Әкеміз ұрық шашып кетті, уылдырықтарын шашып кетті. Міне бәріміз уылдырықпыз, енді жайыла берейік. Алла тағалам бұнысына шүкір. Әкемнің арманы жоқ деп өзім ойлаймын. Осынша жасқа келсін келесін қимаймыз ғой. Былайынша жақсы өмір сүрді. Осынша бала шаға өсірді, өндірді. Баспанасыз қалып жатқан ешкім жоқ, көшеде жүрген ешкім жоқ. Біреуден біреу нан сұрап жатқан жоқ. Мыңда бір шүкір деймін, мына бауырларым бәрі намазға жығылып, үсіп, әкем сияқты дүниеден бәріміз өтуге тырысайық. Мерт кісі еді, жақсы кісі еді. Алла тағалам жақсы қылып өсірді. Барлықтарына рахмет. Әкеміздің артында қалған бізге өмір берсін. Есендердің әкеміздің артына кір келтірмейтін ер жігіт болып, сары түсті шал болып, ақшашты шал болып дүниеден өтуге тырысайық. Бәріміз жақсылық көрейік. Келіндердің барлығына рахмет, қызметтеріне де рахмет. Әрқайсысына өздеріңмен өсіңдер, өніңдер, көбейіңдер. Алла тағалам барлығына разымын. Берген ас-суларына да, мынау бауырларыма қарап отырғандарына да, әйтеуір қиыншылықта да, жақсылықта да біргеміз ғой, Құдайға шүкір.